Екінші бөлім Луиза сабақтары. Бірінші тарау қапа қылған қандай қиындық. Жан дүниеңізге үңілуден қорықпаңыз. Менің тәнім жұмыс істемейді. Ол ауырады, қансырайды, сырқырайды, сыздайды, бунайды, күйдіреді, қартаяды, семеді. Мен нашар көремін, нашар естимін. Бұған тек өзіңізге тән тағы басқада толып жатқан түйсінулер мен хал ахуалыңыз қосылады. Бірақ бұл жөнінде мен талай естігемін. Төңірегімдегі адамдармен қарым-қатынасым онша емес. Туысқандарым немесе төңірегімдегі адамдар үнемі бір нәрсені талап етеді. Мені қолдамайды, жазғырады, мені ұнатпай ығыр қылады. Өздерін мазалағанымды қаламайды, оңаша қалуыма мүмкіндік бермейді, кемсітіп айтқаныма құлақ аспайды. Осы сөздердің бәрі етене таныс. Сіз бұған тағы бірдеңе қоса аласыз ба? Қаржылық жағдайым адам аярлықтай. Табыс жоқ, мола қалған күннің өзінде өте мардымсыз, ақша ешқашан жетпейді. Көзді ашып жұмғанша саусақ арасынан суша ағып кетеді. Тапқаныма жетпей қалады. Бұған өз ойыңызды жүрген түйткілдерді қосыңыз. Меніңше, мұның бәрін сізде, менде бір жерден естіген шығармыз. Тірлігім оңғарылмай-ақ қойды. Ешқашан өзім қалаған нәрсені істеген емеспін. Ешкімге жақпаймын, нені тілейтінімді білмеймін. Қалауыммен мұқтажым еленбейді. Мені бәрі мансұқтап, кемсіте береді. Дарыным жоқ, қолымнан ештеңе келмейді. Мен әрдайым істі кейінге қалдыра беремін. Үнемі жолым болмайды. Осының бәрі тым таныс сөздер ғой, солай емес пе? Өзімнің пациентімнен қай кезде де хал жағдайын сұрасам, әлгінде келтірілген жауаптардың бірін, тіпті кейде бірнешеуін қатар естимін. Адамдар әдетте өз проблемаларын білетініне шүбә келтірмейді. Ал маған осынау жылаңқы уәж, күйрек шағымдардың бәрі олардың ойлау образының, психологиялық ауанының сыртқы көрінісі ғана екендігі белгілі. Олардың тасасында бүкіл сыртқы көрініске негіз қалаушы басқа, әлдеқайда ауырлау проблемалар жасырынып жатыр. Мен әңгімелесіп, шүйіркелескен адамдардың қолданған сөздеріне мұқият құлақ асып, өзім маңызы зор деп есептейтін бірнеше сұрақты қоямын. Өміріңізде не болып жатыр? Өзіңізді қалай сезінесіз? Тірі қалып, өмір сүру үшін қалай табыс табасыз? Жұмысыңызды ұнатасыз ба? Қаржылық жағдайыңыз қалай? Жеке тірлігіңіз қалай? Соңғы махаббат хикаясы қалай аяқталды? Соның алдыңғысы ше? Балалық шағыңыз туралы қысқаша айтып беріңізші. Пациенттермен әңгімелесіп отырғанда олардың бет құбылысын, өзін ұстау дағдысын қадағалаймын. Әсіресе сөз сіләміне көбірек көңіл бөлемін. Ой ағыны мен сөз әдебі болашағымызды қалыптайтыны белгілі. Адамның қалай сөйлеп, не айтатынына қаныға келе, оның басындағы қиындықтардың нақты себептерін оп-оңай түсінемін. Өйткені біздің сөзіміз жасырын ой пікірлерімізді жарқырата көрсетеді. Кейде науқастардың қолданатын сөздері өздері әңгімелеп отырған қылық қарекеттеріне жуыспайды. Сол кезде маған науқастың не ақиқи жағдаятты білмейтіндігі, не өтірік айтып отырғаны түсінікті болады. Осы топшылаудың бірі біздің жұмысымызда алға апарар жетек орнына жүреді. Мен тиіспін жаттығуы. Пациенттерге бір парақ қағаз бен қалам беріп, мен тиіспін деп жазуын өтінемін. Сіз де жазып көріңіз. Содан соң осы сөз тіркесін 5 немесе 6 нұсқамен аяқтауын өтінемін. Кейбірі тіпті жаттығуды бастауға қиналады. Ал енді баз біреулерін зорға тоқтатасың. Жауаптың бәрі жазылып біткен кезде науқастардан әлгі жазбаларды мен тиістімін дегеннен бастап дауыстап оқып беруін өтінемін. Әр жауаптан соң неге деп сұрап отырамын. Қайтарған жауаптары қызық әрі бүкпесіз болады. Шамамен былай: анам айтты, мен істеуге тиіспін. Өйткені қорқамын. Өйткені мен мінсіз болуға тиіспін. Өйткені мен өте жалқаумын.
немесе ұзын бойлымын, аса семізбін, тым арықпын, томаға тұйықпын, өте ұсқынсызбын, мүлде бос белбеумін және тағы басқа. Өзіңді сүю деген сөз өміріңе ғажайып сәттер дарытуды білдіреді. Қайтарылған жауаптар осы адамдардың өз мінез құлықтарын шектейтін пікір қалыптастыруға атсалысатындықтарын көрсетеді. Жауаптарға түсінік берместен сабақтың соңында науқастармен тиіс етістігі тақырыбына қатысты әңгімелесемін. Осы етістік асыра айтқандығым емес, тіліміздегі ең бүлдіргі сөздердің бірі екеніне шүбәланбаймын. Аузымызға алған сайын шын мәнінде оны дұрыс айтпаймыз. Біз не қазір қателесеміз, не бір кезде қателік жасағанбыз, не оны жасауға бел буып тұрмыз. Мынау тірлікте бізге су жаңа қателіктер қажет деп ойламаймын. Біздің еркінірек таңдауымыз болуы тиіс. Егер шамам келсе, сөздік қордан тиіспін деген етістікті біржолата алып тастап, орнына мен істей алар едім деген тіркесті қояр едім. Өйткені ол біздің қателеспеуімізге мүмкіндік береді. Содан соң сұхбаттасушыларымның егер шынымен көңілім қаласа, істей алар едім деген сөз тіркесімен бастап, әлгі жауаптарын түгелдей қайталап, тағы да оқып шығуларын сұраймын. Бұл ретте жауаптардың бәрі жаңа қырынан көрінеді. Жаттығу жазылып біткен кезде оны оқып шығуларын өтінемін. Және әр сөйлемнен соң жай ғана жайбарақат күйде, ал неге солай істемедіңіз деп сұраймын. Міне сонда мен қаламадым, мен қорқамын, қалай істеуді білмедім, өйткені мен нашармын және тағы басқа деген сыңайлы жауаптарды естідім. Кейбір пациенттердің өз еркіне қарсы жасалған әрекеті үшін жылдар бойы қуыстанып келгені, немесе жүзеге аспаған жоспарлары мен арман аңсарлары үшін өздерін кінәлі сезінетіні анықталды. Көбіне көп олардың өзгелердің кеңесіне, әлде нұсқауына құлақ асып, әрекет жасаған. Енді осыны ұққан олар менің берген жаттығуларымды орындай отырып, тиіспін деген сөйлемдерді белінен бір-ақ сызып, тізімнен шығарып тастайды. Сол бойда олардың тұла бойы, толғам ойы қалай жеңілдеп қалады десеңізші. Жылдар бойы өзінің қалауына қарсы тұрып, тек ата-анасының көңіліне қарай қызмет жолын таңдаған адамдарға қараңызшы. Өйткені әке-шешесі ол тіс дәрігері немесе мұғалім болуға тиіс деп есептеді. Біз көбінесе өзімізді олқы, осал сезінуден азап шегеміз. Өйткені әлдебіреу бір туысқанын үлгі тұта, біз де бай, бақуатты немесе әдемі болуға тиістіміз дегенді. Ал енді тиіспін етістігін тізімнен сызып тастау арқылы арқаңыздан жүк түскенде жеңілдеп қалған сіз не істер едіңіз? Жаттығуды орындап шыққан сұхбаттастарым өмірге басқаша көзбен қарай бастады. Олар жай ғана міндетті саналғандарына бола, өздерінің ерік жігерлері мен тілек қалауларына қарама-қайшы қылық жасағандарын енді түсіне бастайды. Олар бас тарту арқылы біреуді ренжітіп алудан қауіптенді, өзгенің көңілін табуға тырысты, немесе өздерін нашарлар қатарына қосты. Енді мәселе басқаша сипат алады. Достар, сабағымды сіздерді өзіңізді дұрыс емес, әлдекімнің стандартына сай емес сезінуден арылтатын талпыныстан бастадым. Содан соң, әдеттегідей сіздерді осы кітаптың басында айтылған тіршілік пәлсапасымен таныстырамын. Оның мәнісі мынадай. Өмір шынында да өте қарапайым. Біз басқаға бергенімізді аламыз. 18 мың ғалам біз иеленуге бейімді иланымға толық қолдау көрсетеді. Бала кезден ақ біз ересектердің селбеуімен өзімізді бағалауды үйренеміз. Жылдар өте келе, мейлі қандай болса да, біздің иланымдарымыз амал әрекеттерімізден көрінеді. Психологиялық ауанның әрқилы нұсқасы бар. Біздің күш-қуатымыз қазіргі сәтте. Өзгерістер тап қазір, нақ осы минутта басталуы мүмкін. Өзіңді сүйіп, ардақта. Тағы қайталап айтқым келеді. Пациенттерім мен шәкірттерімді қандай проблемалар толғандыратынына қарамастан, әрқайсысына күн сайын қоятын бір ғана талабым бар.
Ол өзіңді сүй деп аталады. Сүйіспеншілік таңғажайып әсері бар дәрмек. Өзіңді сүю деген өміріңе керемет мән тартуды білдіреді. Мен даңғойлықты, тәкаппарлықты немесе менмендікті меңзеп тұрғаным жоқ. Өйткені бұлар махаббат емес. Бар болғаны қорқыныш қана. Өзіңді ардақтап, тәнің мен ақыл есіңнің алдында басиып, алғыс арнауды айтып отырмын. Мен махаббат, сүйіспеншілік деген сөзді қалай түсінемін? Бұл жүрегімнің әрбір жасушасын жайлап алған шексіз іңкәрлік, ынтызарлық сезімі. Сүйіспеншіліктің сан алуан нысаны бар. Біздің күш-қуатымыз қазіргі сәтте. Өзгерістер тап қазір, нақ осы минутта басталуы мүмкін. Мен мысалы өмірдің барлық қырын, болмыстың шаттығын, өзімді қаумалаған сұлулықты, өзге адамды, ілім-білімді, ойлау үдерісінің өзін, өз тәнімді және оның атқаратын қызметін, аңдар, құстар мен балықтарды, көкөністің барлық түрін, ғарышты және онымен байланысты нәрсенің бәрін ұнатамын. Ал сіз бұған не қосар едіңіз? Енді өз-өзімізге көңіліміз толмайтынын қалай білдіретінімізді қарап көрелік. Біз ұдайы өзімізге ұрсып, сынай береміз. Тағам түрлерін, ішімдік пен есірткіні жойдасыз пайдаланып, тәнімізге қиянат жасаймыз. Мені ешкім ұнатпайды деп өзімізді соған сендіріп аламыз. Біз ауру мен кеселді өзіміз өршітеміз. Өзімізге пайда келетін істі кейінге ысырып қоямыз. Біз берекетсіздік пен ретсіз жағдайда өмір сүреміз. Біз қарызға килігіп, төлемдер мен шығындардың ауыртпалығын арқалаймыз. Біз өзімізді кемсітетін ашыналар мен серіктестерді қасымызға қаптатып аламыз. Ал сіз өзіңізге көңіліңіз толмайтынын қалай білдіресіз? Бойыңыздағы жақсы нәрселердің бәрін теріске шығару да өзіңізді жек көрушіліктің бір белгісі. Көзілдірік киетін бір науқастың басынан өткен оқиға еске түсті. Бірде ол өзін өмір бойы қинаған қорқыныштан құтылды. Келесі күні ұйқысынан оянып, көзілдірік кедергі келтіретінін аңғарды. Жан-жағына қарап, көз көрімі толықтай қалпына келгенін түсінді. Сөйте тұра ол, сенбеймін, бұған сене алар емеспін деп күні бойы күбірлеп жүрді. Соның салдарынан көзілдірігін қайта киюге тура келді. Мәселе мынада, біздің түп санамыз қалжыңды түсінбейді. Ал әлгі науқас кереметке кеселден айыққанына сене қоймады. Өзіне көңілі толмаудың тағы бір көрінісі олқылық сезімі болып табылады. Том атты керемет суретші болды. Ол бай клиенттердің үйлерінің қабырғаларын әшекейлеп, безендіруге тапсырыс алды. Сөйте тұра, есепшотындағы берешегін төлеуді ылғи кешіктіре берді. Тапсырыс берушілер белгіленген бастапқы баға жұмысқа жұмсаған күш-жігері мен уақытына сәйкес келмеді. Ерекше жұмыс түрлерін атқаратын әр адам кез келген мөлшердегі ақыны талап етуге қақылы. Байлар қомақты ақша төлегенді жақсы көреді. Өйткені мұндай жағдайда оның сатып алған мүлкінің де құндылығы арта түседі ғой. Мынадай мысал келтірейін. Ғашығыңыз шаршаңқы әрі ашулы. Сіз бір нәрсені дұрыс жасамадым ба деп іштей қуыстанасыз. Ол сізді бір немесе екі рет оңаша кездесуге шақырады. Содан соң мүлдем қарасы батады. Мен сірә оған тең емес шығармын деп ойлайсыз. Некелесу қамы ажырасумен тынады да, сіз бәрі күйреп біткенде қапаланасыз. Өзіңізді бейшара сезінесіз. Өйткені тән тұрпатыңыз жарнама мен Vogue журналынан көруге болатын сұлулық эталонына сәйкеспейді. Өзіңізді дұрыс адамша таныстыра алмайсыз. Өйткені ондай дәрежеге лайық еместігіңізге әбден иланып қалғансыз. Сіз интимдік жақындықтан да қорқасыз. Арагідік әрі кездейсоқ байланыстарды қолайлы көріп, байыпты да баянды түрде көңіл жалғастырудан қашқақтайсыз. Сіз шешім қабылдай алмайсыз, себебі міндетті түрде қателесетініңізге сеніп қалғансыз. Ал сіз өзіңізді олқы сезінетініңізді қалай білдірер едіңіз? Сәбидің кемелдігі. Балдырған шақта қандай мінсіз әрі сүйкімді болдыңыз.
балаларға мінсіз кемелдікке жетуге ұмтылудың қажеті жоқ. Олар сол кемелдіктің нағыз өзі ғой, және соны білетіндей еркелеп, еркін жүреді. Олар 18 мың ғаламның тұтқасын ұстап тұрғандай сезінеді өздерін. Көңілдері қалаған нәрсені сұраудан тайсалмайды. Эмоциясын ашық көрсетуге ұялмайды. Егер ол ашуланса, бұл жөнінде төңіректегілердің бәрі біледі. Ал күлсе, жымиғанның өзі үйдің ішін жайнатып жібереді. Балалар махаббаттан жаралған, әрі таңғаларлықтай батылдыққа ие. Бөбек мейірімге бөлейтін махаббатсыз шетінеп кетуі де мүмкін. Жылдар ағымында біз, ересектер, осы сезімсіз де өмір сүруді үйренуге мәжбүр боламыз. Ал бала бұған төзе алмайды. Бала өзінің денесін, әрбір ағзасын, тіпті дәретін қоса алғанда әр бөлшегін жақсы көреді. Өзін аялайды. Міне, біз де сондай болдық. Бірақ есейе келе, қорқыныш сезіміне құндақталған ересектердің пікіріне көбірек құлақ асып, бұрынғы сүйкімділігіміз бен кемелдігімізді жоғалта бастаймыз. Өздерінің өте тартымсыз екендіктеріне мені сендіргісі келетін пациенттердің сөздеріне ешқашанда сенбеймін. Менің міндетім оларды өздерін жақсы көрген сол бір шаққа оралту. Айнамен жаттығу. Пациенттің алдында кішкентай айна қойып, үңіле қарауды, өзінің аты жөнін атап, мен сені сүйемін, әрі шын мәнде қандай болсаң, сондай қалпыңда жаныма жақын тұтамын деп айтуын өтінемін. Жұрттың көбі осы жаттығуды жасауға қиналады. Бұған байыппен қарайтындар ілуде біреу ұшырасады. Ал енді қуана келісіп, рахатқа бөленетіндер жөнінде сөз қозғаудың өзі бекер шығар. Біреулері көзіне жас алады, немесе жыламсырап қоя береді. Енді біреулері тұлан тұта ашуланып, өзінің қадір қасиетін кемітіп алады. Сондай-ақ жаттығуды жасауға шамасы жетпейтініне мені сендіргісі келгендер де кесікті. Бір пациент айнаны лақтырып қашып кетуге оқталды. Оның айнадағы өз бейнесіне жүгініп, жүректегі жүгінен бір жола арылуына бірнеше ай қажет болған еді. Көп жылдар бойы мен айнаға қарағанда өзімді тек сынап жүрдім. Тіпті көзіме тік қарауға қаймыққан кездерім де есімде. Ал қазір бет әлпетімді аз-маз ажарландыруға тыраштанып, қасымды талдап жұлуға талай уақытымды зая еткенімді есіме алсам күлкім келеді. Осынау айнамен жасайтын қарапайым жаттығу көп нәрсені ұқтырады. Бір сағатқа жетпей, мен кейде басқа көзге ұрып тұрған мәселенің тасасына тығылып қалған басты проблеманың айқын мәнін түсіне қоямын. Сыртқы проблеманы жоюмен ұзақ та табанды түрде айналысып, енді бәрі жөнделіп, ретке келгендей болған сәтте, әлгі мәселе тағы бір жерден сопаң етіп шыға келеді. Біздің проблема санап жүргеніміз мүлдем басқа нәрсе болып шығады. Маған келіп жүретін бір науқас әйел өзінің бет әлпетінен, әсіресе тістерінен қатты қорынатын еді. Бір дантистен екіншісіне барып жүріп, әлгілер өзін бұрынғыдан да кеспірсіз қылып қойғанын қапалана қайталай беретін. Мұрнына жасатқан пластикалық операцияда сәтсіз шықты. Әр маман қолдан келгенін жасағанымен, бәрібір нәтижесі әлгі әйел түйсігіндегі өзінің тартымсыздығы туралы түсінігін паш ете берді. Шынтуайттап келгенде, оның проблемасы сыртқы кескін келбетінен емес, өзін кеспірсіз көретін иланымынан туындап жатқан еді. Басқа бір пациент әйелдің тыныс алып, дем шығаруы сұмдық болды. Қасында тұру жүдә мүмкін емес. Ол пастыр болуға дайындалып жүрді. Сырт көзге мінез құлқы лайықты болып көрінді. Алайда кей кездері әлдебіреу жолын кезіп, мансабын мансұқ етуі мүмкін екендігі жөнінде ойлағанда, оның ашу, ыза мен қызғаныштың құрсауы қылғындырып тастайтын. Осындай ішке бүккен күмәнді ойлары оны тыныстап, демін шығаруына әсер еткен. Кейде жүрегі жұмсақ, ниеті ізгі жанның кейпіне еніп, қылымсып баққанымен, одан жеркенішті лебесіп тұратын еді. Ол өзіне өзі қатер төндірді.
Шешесі қабылдауыма алып келген кезде баланың жасы 15-те еді. Бозбала Ходжкинс дертіне шалдыққан, небәрі 3 айдай өмірі қалыпты. Шешесінің есі шығып кеткен. Сол себепті онымен тіл табысу қиын болды. Ал бозбала ақылды, байсалды, әрі өмір сүруге аса құштар екен. Ол менің айтқандарымның бәрін істеуге, тіпті ойлау қалыбы мен сөйлеу мәнерін өзгертуге де даяр болды. Ажырасып кеткен ата-анасы күн құрғатпай ұрсысқан. Бала отбасы, ошақ қасының жайлылығы жөнінде ештеңе білмей өскен. Ол актер болуды армандады. Атақ даңққа, байлыққа ұмтылу оның шаттық сезімін бастан кешіру қабілетін асқақтатты. Ол тек танымалдылық қана абыройға бөлеп, молшылыққа кенелтеріне сенді. Мен баланы өзін өзі ардақтап, сүйе білуіне үйреттім. Енді ол ержетіп, есейді. Және Бродвейде үнемі өнер көрсетіп жүр. Өмірдің қуанышына кенеліп, өзін құрмет тұтуды үйренген бойда, оған спектакльдерден рөлдер ұсына бастады. Дене салмағының өзгеру мәселесі де қыруар күш-қуатымызды керексіз жерге жұмсайтынымыздың көрнекі мысалы бола алады. Пациенттердің көбі жылдар бойы салмақтарын кемітуге тырысады, бірақ бұл талпыныстың бәрі бос әурешілік. Олардың пікірі бойынша семіздік бұл келеңсіздіктің, сәтсіздіктер мен ауру сырқаттың түбірі. Менің ойымша, артық салмақ олардың үнемі үрейленіп, қорқынышпен жүру немесе қорғанышты қажетсіну сияқты құпия әрі жасырын проблемаларының тек сыртқы көрінісі ғана. Біз бойымызды қорқыныш билеген кезде өзімізді қауіпсіз сезіне алмаймыз, немесе ол қылығымызға опынамызда қалқа тұтып қорғаныш еткендей денемізге шел жамап салмақ қоса береміз. Артық жеген тамақтың әр кесегіне өзімізді кінәлі санап, толықтыққа бола тұқырта беру әрі қорек қылар тағамның калориясын тынбастан есептей беру уақытты текке зая қылу. Егер мұны мойындамасаңыз, онда 20 жылдан кейін де осы қалпыңызда қаласыз. Өйткені нақтылы проблемамен айналысуға әлі кіріскен жоқсыз. Ал бұған дейін жасаған амалдарыңыздың бәрі тек қорқынышты қоюлатып, қауіптілік сезімін күшейте түсті. Сондықтан қорғаныштың амалындай қылып артық салмақ қоса бердіңіз. Сонымен әрқилы диеталарға көңіл бөліп, иек артпағаныңызды қалар едім. Бәрібір олардан зәредей пайда жоқ. Бірден бір тиімді амал ақыл-ес диетасы, яғни теріс ойлардан бас тарту. Қабылдауыма келгендерге, кәнекей, уақытша бұл проблеманы бір шетке шығарып қоя тұралық. Әуелі басқа мәселемен айналысалық деймін. Өте семіз немесе бір қыз айтпақшы, тым томпақ болғандықтан пациенттер өздеріне разы еместіктерін жиі айтады. Оларға мұның себебі өздерін сүймейтіндіктерінде жатқанын түсіндіремін. Өмір сүріп жүргеніңізге қуанып, өзіңді құрметтеп, жан дүниеңіздің жарасымын сақтай біліңіз. Сонда семіздіктен шапшаң арылғаныңызды аңғарып таң қаласыз. Бір әйел маған ренжіп, сізге өзімді сүю үшін емес, диссертациямды жазып шығуыма септесер көмек алуға келдім ғой деді. Оның басты проблемасы өзіне еш көңіл толмайтындығы екенін, ал бұл тірлігінің барлық саласына, соның ішінде ғылыми жұмысына кесірін тигізгенін түсіне қойдым. Осынау кілтипаннан қарақан басының қам қарекетіне қанағаттанбау сезімінен біржолата аралмайынша, ол еш жерде де, ешқандай да табысқа жете алмайды. Сөзімді соңына дейін тыңдамастан, пациент әйел көзінің жасын көлдетіп кете барды да, бір жылдан соң баяғы сол бір проблемасына тағы бірнешеуін жамаған күйінде қайтып оралды. Кей адамдар өз өмірін өзгертуге даяр емес, сол үшін оларды жазғыруға да болмайды. Естеріңізде болсын, біздің бәріміз белгілі бір уақытта, белгілі бір жерде және белгілі бір реттілікпен өзгере бастаймыз. Мен мысалы, өзімнің өмір сүру салтымды 50 жастан кейін өзгертуге кірістім. Шынайы проблеманың төркіні.
Сонымен пациентіміз алақандай айнадан өзін көріп қатты қапаланды. Мен жымиып, жақсы, енді нақты проблемаға көшейік. Енді мына сізге бөгет жасап, кедергі келтіретін нәрселердің бәрін жиып, лақтырып тастаймыз дедім. Оған өзіңді сүю дегеннің не екенін, және де осы сүйіспеншілік сезімі өзіңді өзің сынап мінеу әдетінен бас тартудан басталатынын тәптіштеп айта бастадым. Адамдардың бет әлпетін барлай отырып, өзіңізді сынап мінесіз бе деп сұраймын. Олардың менің сұрағыма реакциясы көп нәрсені аңғартады. Я, әрине, бұрынғыдай жиі емес, анда-санда. Өзімді сынамасам қалай өзгеремін? Жұрттың бәрі өзін өзі сынамай ма дейді. Мен, біз жұрттың бәрі емес, тек сіз туралы айтып отырмын ғой. Неге өзіңізді сынап мінесіз? Сізге не болды сонша деп жауап қайтарамын. Олардың жауаптарын тыңдай келе мен тізім жасаймын. Ол тиіспін етістігі бар тізбеге өте ұқсас болып шығады. Пациенттер өздерін тым биік, тапал, толық, арық, томаға тұйық, кәрі, жалқау, жас, ажарсыз санайды. Бір қызығы, тіпті аса әдемі әрі сүйкімді әйелдер де тап осы жауап қайтарады. Біз тым сөзін жиі, әрқашанда дерлік еститінімізге назар аударыңыздар. Ақырында біз басты қорытындыға келеміз. Мен сонша жақсы емеспін деген. Алақай, ақыр соңында проблеманың түп төркінін таптық. Олар мен жаманмын деген ойға сеніп алғандықтан өздерін сынай береді. Біз мұндай қорытындыға қалай шапшаң келгенімізге пациенттер әрдайым таңғалады. Енді біздің артық салмақ, нашар қарым-қатынас, қаржы жетіспеушілігі, немесе шығармашылық қабілеттің төмендеуі сияқты жанама әсерлерге бас қатырмауымызға болады. Біз барша күш-қуатымызды, ілкі себептерді атап айтқанда, өзімізге наразылығымызды жоюға жұмсауымыз керек. Екінші тарау, проблеманың түп тамыры неде? Өткен шақ бізге бағынбайды. Сонымен достар, өздеріңізбен көптеген жай ахуалды талқылап, нені проблема санайтынымызға мұқият көз жеткіздік. Енді шынайы проблемамен айналысамыз. Өйткені мен оны түсінемін. Біз өзімізге қанағаттанбаймыз. Онша жақсы емеспін деп есептейміз. Демек, өзімізді жарытып жақсы көрмейміз. Менің көзқарасым бойынша шынайы проблема осында жатыр. Сондықтан оның неге негізделгенін және түп тамыры қайда жатқанын қарастыруды ұсынамын. Өзінің кемелдігімен қоршаған дүниенің мінсіздігін білетін бөбектен біз қалайша проблемалардың ауыр жүгін арқалаған, әрі өзін сүйіспеншілікпен құрметке лайық емес сезінетін адамдарға айналдық. Мысал ретінде райхан гүлін алайық. Әуелі ол кішкентай гүл түйнек салды. Содан соң шешек атып, әдемі гүлге айналды да, соңғы қалемшесі түсіп қалғанға дейін жұпар шашып тұрды. Осы уақыт бойы әдемі, кемел болды, әрі үздіксіз өзгеріп отырды. Біз де басымыздан сондай жағдайды өткереміз. Әрқашанда кемелміз, кереметпіз, әрі үздіксіз өзгере береміз. Біз мүмкіндігінше көбірек білуге, түсінуге және білімімізді мейлінше жетілдіруге тырысамыз. Егер одан әрі осы қағидадан танбасақ, онда ой пікірімізге өзгере береді. Ойды тәртіпке келтіру. Енді өткен шағымызды, сол кезде өзімізді уысында ұстаған көзқарастар мен иланымдарымызды егжей-тегжейлі еске түсіретін кез келді. Пациенттердің көбі тазарту үдерісінің осы бір бөлігін біршама ауыр санайды. Бірақ бұл әрдайым олай емес. Тазартуды бастамас бұрын біз өзіміздің ой пікірімізге тексеріс жасауымыз керек. Бөлмені мұқият тазалай жүріп, сіз оны және оның ішіндегі заттарды мұқият қарап шығасыз. Кейбіреуін жақсы көресіз, олардың шаңын сүртіп, бұрынғы әдемі қалпына келтіріп, жалтыратып қоясыз. Кейбір заттар жөндеуді қажет етеді. Сіз мұны қаперге алып қоясыз. Ал әлдебір заттар енді қайтып пайдалануға жарамайды. Демек олардан құтылатын кез келді. Ескі газет-журналдарды немесе бір рет пайдалануға арналған ыдыстарды қиналмастан қоқыс жәшігіне лақтыра салу керек.
Соған бола көңіл ортайтып, еңсе түсірудің қажеті жоқ. Тап осылай біз өзіміздің ойымызды да тәртіпке келтіреміз. Кейбіреуінен біржола құтылу керектігіне бола қапаланбаңыз. Тамақтың қалдығын қоқыс шелегіне лақтырып тастайтынымыз сияқты олардан да оп-оңай арыла салыңыз. Айтыңызшы, бүгін ішетін тамақты пісіруге кіріскен кезде кешегі астың қалдығын шұқылап, аударып төңкерер ме едіңіз? Сол сияқты болашағыңызға негіз қалап жатып, ескірген иланымдардың қойнын ашып, қоқсыған ақтарар ма едіңіз? Біздің бәріміз мәңгілікке сапар шегетінімізге, осынау ғаламшарға өзіміздің рухани эволюциямыз үшін қажет сабақ, білім алу үшін келгенімізге сенімдімін. Біз жынысты, терінің түсін, жарық дүниеге келетін елді таңдаймыз. Өзімізге ата-ана таңдаймыз. Олар біздің иланымымызды көрсетеді. Қандай да бір ой пікір, әлде иланым сізге пайда алып келмесе, мейлі құрып кетсін. Өйткені өтіп кеткен, әбден ескірген пікірлерден бас тартуыңызға ерік бермейтіндей заң жоқ қой. Қане, онда толымды өмір сүруіңізге кедергі келтіретін шектеуші иланымдар деп аталатын ой пікірлердің кейбіреулері хақында сөз қозғап, олардың қайдан шыққанына зер салайық. Толымды өмір сүруге кедергі келтіретін иланым мен онша жақсы емеспін. Себебі ұлын ақымақ екеніне нандырған әке. Менің пациентім әкесінің мерейін өсіру үшін жетістікке жетіп, табысқа кенелгісі келді. Бірақ өкінішке орай шаруасы шатқаяқтап, ісі маңдымады. Оны үнемі сын тезіне алды. Ал ол бұған қатты ренжіді. Әкесі оның коммерциялық қызметін қаржыландыруын жалғастыра берді. Алайда сәтсіздік жігіттің қыр соңынан қалмай қойды. Уақыт өте келе, ол осыған әбден бой үйретіп алып, әкесін төлей беруге мәжбүрледі. Әлбетте, ол барып тұрған жолы болмас бейбаққа айналды. Толымды өмір сүруге кедергі келтіретін иланым өзін сүйе білмеу. Себебі әкесінің мақтауына лайық болғысы келу. Маған келіп жүретін бойжеткеннің жалғыз тілегі әкесіне ұқсау еді. Олар бір-бірімен ештеңеге келісе алмайтын, әрі үнемі ұрысып қала беретін. Ол жылы лебіз, қолпаш сөз естігісі келді. Алайда әкесі оны тек сынап мінейтін. Қыздың бүкіл денесі сырқырап ауырды. Әкесі де өзін солай сезінді. Қыз өзінің наразылығы мен ашу ызасы ауру туындататынын түсінген жоқ. Әкесі жөнінде де тап осыны айтуға болады. Өмір сүруге кедергі келтіретін иланым менің өміріме қауіп төніп тұр. Себебі әкесінің үйлендіріп қоюы. Пациент әйел мына өмірге қауіпке толы, қапас әрі қатал деп есептеді. Ол кейін қалайда жаман бір нәрсеге ұшыраймын деп қорыққандықтан езу тартып ешқашан күлмеді. Оны қаршадайынан күле берме, олар сені ұстап алады деп тәрбиеледі. Өмір сүруге кедергі келтіретін иланым мен онша жақсы емеспін. Себебі оны тастап кеткен, оны жаратпаған. Бұл еркекпен әңгімелесу қиын болды. Өйткені жұмған аузын ашпау оның өмір салтына айналған еді. Ол есірткі шегіп, арақ ішуді енді ғана доғарған. Өзін іштей сұмырайға балады. Бала кезінде шешесі қайтыс болғандықтан әпкесінің қолында тәрбиелегенін естіп білдім. Әпкесі бұнымен ашық жарқын әңгімелеспеген. Тек арагідік, тіпті дастархан басында да бұйрық беріп отырған. Сонымен ол өлі тыныштық жағдайында өскен. Осылай үн-түнсіз күйде күнін өткізіп, уақыт оздырған. Кейінірек табысқан досы да томаға тұйғы екен. Екеуі күні бойы үн-түнсіз отырған. Содан соң әлгі досы дүниеден өтіп, бұл қайтадан жалғыз қалған. Жағымсыз пікір айту жаттығуы. Бұл жаттығуды орындау үшін үлкен қағаз парағын алып, балалық шағыңызда ата-анаңыздан естіген бүкіл ескертулер мен нұсқаулардың тізімін жасап шығыңыз. Олардың пікірінше сіз нені дұрыс істемеген екенсіз. Асықпаңыз. Олар айтқан жағымсыз пікірлерді көбірек еске түсіруге тырысыңыз. Бұл жаттығуды жасап шығуға әдетте жарты сағаттай уақыт кетеді. Біз әрқашанда кемелміз, ғажаппыз, әрі үздіксіз өзгере береміз. Ата-анаңыз ақша туралы не айтатын еді?
Сіздің денеңіз жөнінде ше? Сүйіспеншілік пен қарым-қатынас хақында ше? Шығармашылық қабілетіңізді қалай бағалады? Мінез құлқыңыздағы қандай ерекшелікке кешіріммен қараушы еді? Олардың қандай сын ескертпелері тірлігіңізді шектеп, тар құрсауға тыға отырып, толымды өмір сүруіңізге кедергі келтірді? Егер қолыңыздан келсе, әлгі тізіміңізге дәйектілікпен қарап, өзіңізге, менің теріс ұғым, қате түсінігім осыдан шыққан екен ғой деп қойыңыз. Енді достар, басқа бір қағаз аламыз да проблеманы мұқият, тереңірек қарастырамыз. Бала кезіңізде тағы қандай жағымсыз пікірлер естідіңіз? Ата-аналардан, мұғалімдерден, дос-жарандардан, қарама-қарсы жыныс өкілдерінен, діндарлардан, діни қызметшілерден ше? Бұл жаттығуды асықпай, тап сол сәтте бойыңызды билеген сезім ауанына ырық алдырмай жасаңыз. Осы екі парақ қағазға жазылғандардың бәрі сіз үшін бір жолы арылып, құтылу керек болатын иланымдар, басқа түкте емес. Нақ солардың кесірінен өзіңізге көңіліңіз көншімей, жабырқау күй кешіп жүрсіз. Өзіңізді сәби сезініңіз. Бөлменің ортасына отырғызып қойып, топассың, салақсың, қолыңнан ештеңе келмейтін олақсың, және тағы басқа деп жер жебіріне жете ұрысса, арасында шапалақпен тартып жіберсе, 3 жасар сәби не істер еді деп ойлайсыз. Ол дымын шығармай, бұрышқа бұйыға тығылып алып, егіліп жылар еді. Ананы да, мынаны да істей алар еді. Бірақ біз қайткенде де оның қабілеті жөнінде ешқашан біле алмас едік. Басқа бір сынақ. Әлгі бүлдіршінді алайықта еркелетіп, өте жақсы көретінімізді, әсіресе томпиған, сүйкімді бет әлпеті ұнайтынын, оның ақылды, тапқыр бала екенін, бәрін жақсы жасайтынын айтайықшы. Міне сол кезде оның бойында бұлықсыған қабілетті көріп, қайран қаласыз. Әркімнің жан дүниесіне тап сондай 3 жасар сәби жүреді, ал біз ылғи оған ұрысып, жекіре береміз де, содан соң келіп, өмірі жолымыз болмай жүргеніне таң қаламыз. Өзіңізді үнемі сынап мінеп, кінә таға беретін адаммен дос-жар болуды қалар ма едіңіз? Бәлки, әлгі балаға орынсыз жекіргеніміз сияқты сізге де әділетсіз қараған шығар. Әрине, өте ауыр, бірақ мұның бәрі өткен күндердің жаңғырығы ғана. Егер қазір де өзіңізге сыни тұрғыдан қарайтын болсаңыз, өкініштің уыты бұрынғыдан бетер бойды жайлай береді. Балалық шағыңыздан таныс бірнеше жағымсыз сөзді еске түсіріңіз. Олар сіздің иланымыңызға қалай сәйкес келеді? Сізде бәрі дұрыс па? Олар сәйкесе ме екен? Сірә солай сияқты. Біз бала күнгі әсерлер мен ересектердің талап тілегіне сүйене отырып, өз өміріміздің құрылысын саламыз. Балалық шақта бәріміз жақсымыз. Үлкендердің нұсқауын бұлжытпай орындап, айтқандарының бәрін ақиқатқа балаймыз. Тек ата-ананы кінәлі санап, ендігі қалған ғұмырда өзімізді құрбандық санап өту бәрінен оңай болар еді. Бірақ бұның бәрібір көңіл көншітпейтінін, ал проблемаларымыз шешілмеген күйінде қала беретінін ішіңіз сезіп отыр ғой. Отбасын жазғыру. Жазғыру проблемамен бетпе-бет жалғыз қалудың ең сенімді тәсілдерінің бірі. Өзгелерді жазғыра отырып, бүкіл күш-қуатымызды сарп етеміз. Өтіп жатқан оқиғаның сырын аңдап, қыбын түсіну өмірлік жағдаяттардан жоғары көтеріліп, болашағымызды бақылауға алуға мүмкіндік береді. Өткен шақты өзгерту мүмкін емес. Болашақ бүгінгі ой-пікірлеріміз бен иланымдарымыздан құралады. Өз еркіндігіміздің қамы үшін ата-анамыздың өздеріне тән өмірлік тәжірибемен бәрін мүмкіндігінше жайлы да жақсы жасауға тырысқандарын түсінуге тиіспіз. Мына біз сияқты олар да дәрменсіз екендіктерін түсінді. Сондықтан бір кездері өздеріне үйреткен нәрселерді ғана бізге тарта алды. Ата-анаңыздың балалық шағы, әсіресе 10 жасқа дейінгі өмірі жайында көп білесіз бе? Егер мүмкіндік болса, балауса жылдары туралы сұрастырып көріңіз. Сол кезде өзіңізге басқаша емес, неге нақ солай қарағанын ұғыну оңайлайды. Мінез құлықтарының себептерін түсінгеннен кейін оларды аяп жаныңыз аши бастайды. Ал ондай мүмкіндік болмаса,
Ата-анаңызды бала кейіпте елестетуге тырысыңыз. Бұл өзіңіздің еркіндікке жетуіңіз үшін қажет. Ата-анаңызды еріктеріне жіберіп, кешірім бермейінше, өзіңіз еркін бола алмайсыз. Егер олардан кемелдікті талап етсеңіз, онда мұны өзіңізден де талап етіп, соның нәтижесінде ғұмыр бойы бақытсыз болып қала бересіз. Ата-ананы таңдау. Біз ата-ананы өзіміз таңдаймыз деген сөзбен келісемін. Өзіміз алатын өмірдің сабақтары олардың осалдықтары мен олқылықтарына әбден сәйкес келуі мүмкін. Біздің бәріміз мәңгілікке сапар шегетінімізге, әрі мына ғаламшарға рухани өсіп жетілуімізге қажет сабақ, ілім-білім алуға келетінімізге сенімдімін. Біз жынысты, терінің түсін және өзіміз туатын елді таңдаймыз. Наным-сенімімізді бейнелей көрсететін ата-ананы іздестіреміз. Осы ғаламшарға сапарымыз мектепке барғанға ұқсайды. Егер косметолог болғымыз келсе, косметология, механик болғымыз келсе, механика, заңгер болғымыз келсе, заң мектебіне оқуға түсеміз. Өзіміз тапқан ата-ана жарасымды, керемет жұп болып шығады. Олар өзіңіз оқығыңыз келген білім саласының сарапшылары екен. Есейіп ер жеткен бойда ата-ананы кінәлай саусақ шошайтып, бәріне мына сендер кінәлісіңдер дейміз. Ал мен оларды өзіміз таңдап алатынымызға сенімдімін. Өзгелерді тыңдау. Балалық шағымызда жақсы үлкен ағаларымыз бен апаларымызды пір тұттық. Олар көңілі толмаса бізді шапалақпен тартып жіберуге, әлде ұрысып жекіруге бейім тұрды. Олар былай: мен айтып қоямын, сен қалай? Әлде бір кінә тағу. Сен әлі кішкентайсың, мұны істей алмайсың деуі әбден ықтимал еді. Сондай-ақ мектеп мұғалімдері де бізге зор ықпал етеді. 5-ші сыныпта бір мұғалима маған бойымның бәкенелігіне байланысты ешқашан балет бишісі бола алмайтынымды айтты. Аңсарлы арманымнан айнып, оның айтқандарына бекер сеніп қалдым. Биді кәсібіме айналдырар уақыт пен мүмкіндікті уыстан шығарып алдым. Алдын ала белгіленген уақытта сынақтамалар біліміңізді бағалау мақсатымен ғана өткізілгенін қазір түсіндіңіз бе? Немесе бала бола тұра өз бағаңызды білу үшін осы тексеріске келісім бердіңіз бе? Балалық шақта достарымыз өмір жайында жаңсақ ақпараттар айтады. Кейбір құрбыларымыз жанымызға жазылмастай жара салып келеке етеді. Мектепте оқып жүрген кезімде мені Луни деп атады. Ал балалар атымды бұрмалап лунатик, ағылшыншадан аударғанда есалаң, ақымақ атандырды. Көрші қолаң да өздерінің үздіксіз сын ескертпелерімен бізді ықпал етті. Ата-анамыз болса, ал көршілер не ойлайды енді деп бетімізден қайтара берді. Мен өзіңіз қадір тұтып, уәжіне құлақ асқан өзге адамдарды еске алуды ұсынамын. Баспасөз бен теледидардағы жадағайда жалтылдақ жарнамалар мен хабарландыруларда көп рөл ойнағаны сөзсіз. Сол бір сансыз азық түрлері мен тауарлар жаппай сатылады. Өйткені жарнамалар, егер оларды сатып алмасам, мен сорлы немесе кембағал пенде болып шыққаным деген ойды көкеге құйып тастайды. Бұл жерде біз бұрынғы жалған сенім, қате түсініктердің шекарасынан аттап кетуге бел будық. Олардың не айтқанына пысқырмастан, біз бұл жерде өзіміздің маңызды да таңғажайып екенімізді тап басып тани білгеніміз жөн. Сізге өзіңіздің жағымсыз иланымдарыңызды, ал маған өзімдікін еңсеріп шығу керек.